Аузубиллахиминашшайтанирражим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Қазақша, арабша Құран хатым оқу. Ан-Ниса сүресі 124 аят. Қуған шайтан кесірін Аллаға сыйынамын. Мейлі ер, мейлі әйел болсын, кімде-кім кәміл мүмін ретінде Алла бұйырғандай түзу, пайдалы және өзін һәм қоғамды түзетуге бағытталған игілікті істер істесе, міне солар жұмаққа кіреді, әрі мысқалдайды, әділетсіздікке ұшырамайды. Арабшасы. Аузубиллахиминашшайтанир-ражим. وما يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. Игілікті істер істеп, жан-тәнімен бір Аллаға тәсілім болған және жалған есімдерден арылып, пәк жүрек, таза ниетпен бір Аллаға ғана иман келтірген күйде Ибраһимнің хақ дініне ерген адамның ұстанған дінінен артық дін бар ма? Алла Ибраһимді сырлас дос тұтқан еді. وَمَا أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Күллі аспан әлеміндегі һәм жердегі барлық нәрсе бір Аллаға тиесілі. Алла шексіз ілімі һәм құдіретімен барлығын толық қамтушы. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا. Уа Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам, олар сенен әйелдер жайлы пәтуа сұрайды. Бұлай деп айт: олар жайлы пәтуаны Алла сендерге Құранда беруде. Сондай-ақ сендерге осынау кітапта мәһрін бермей-ақ некелесіп алғыларың келген жетім әйелдерге, әлжуаз, бейшара балаларға және жетімдерге әділ болуларың керектігі жайлы үкімдерді қамтыған аяттар оқылуда. Естеріңде болсын, кімге қандай жақсылық жасасаңдар, шүбәсіз Алла оны біледі. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن ولا مستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. Егер қандай да бір әйел күйеуінің өзіне салқын қарап, жұбайлық міндеттерін лайықты түрде орындамауынан немесе өзінен сырт айналып кетуінен қорықса, онда бір амалын тауып екеуі өзара келісімге келу арқылы жарасатын болса, яғни әйелі күйеуінің көңілін табу мақсатында алған мәһрінен яки өзіне тиесілі басқа да дүниеден күйеуіне тарту таралғы берсе, немесе басқа да жақсылықтар жасаса, мұны істеген әйел де, әйелінің бергенін алған ер адамда екеуі де күнә арқаламайды. Өзара келісімге келіп жарасу қайырлы іс. Задында нәпсі атаулының бәрі сараң һәм өзімшіл келеді. Ендеше ер адамдар, егер өзімшілдікке салынбай әрдайым Алланы көріп тұрғандай немесе оның өздеріңді үнемі бақылап көріп тұратынын біліп, игілікті істер істесеңдер, әсіресе әйелдеріңнің хақысын беру мәселесіне тақуалық танытсаңдар, біліп қойыңдар, Алла не істеп не қойып жүргендеріңнен толық хабардар. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح
وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Уа ер адамдар, қанша жерден тырысып бақсаңдар да, әсіресе жақсы көру, ұнату сынды пенденің ырқына көнбейтін жүректегі сезімдер тұрғысынан алғанда әйелдеріңнің бәрін бірдей жақсы көріп, бәріне бірдей әділ бола алмайсыңдар. Ендеше әйелдеріңнің біреуіне ғана көңіл бөліп, енді бірін тірі жесір етіп, жіпсіз байлап, екі ортада қалдырмаңдар. Егер әйелдеріңмен әрдайым мәмілеге келіп, араларындағы келіспеушіліктерді әділ шешіп отырсаңдар, һәм әйелдеріңе әділетсіздік жасаудан барынша сақтанып, тақуалық жолын таңдасаңдар, шүбәсіз Алла ғафур, құлдары қанша жерден ауыр күнәға батса да, тәубелеріне келген жағдайда өте кешірімді, хаким, әсіресе мүмін құлдарына ерекше мейірімді. Аузубилля. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. Ал егер ерлі-зайыптылар жарасып өмір сүруге қанша тырысып баққанымен еш нәтиже шығара алмай ақыры ажырасатын болса, онда екі жақта жалғыз қалып таршылық көреміз деп уайым жемесін. Алла олардың екеуін де кеңшілігіне бөліп жарылқайды, бір-біріне кіріптар етпейді. Алла уәси, өте кең, хаким, әр ісі мен әрбір үкімінде талай хикмет болған асқан даналық иесі. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. Күллі аспан әлеміндегі һәм жердегі барлық нәрсе бір Аллаға тиесілі. Расында біз сендерден бұрын иләһи кітап алған кітап иелеріне де, сендерге де Аллаға қарсы келіп асы болудан барынша сақтанып, тақуалық аясында өмір сүріңдер деп бұйырған едік. Ал егер соған қарамастан Алланы танымай күпірлік қылсаңдар, біліп қойыңдар, күллі аспан әлеміндегі һәм жердегі барлық нәрсе шүбәсіз бір Аллаға тиесілі. Алла ғани, бар байлықтың иесі, еш нәрсеге, ешкімге әрі ешкімнің құлшылығына да шүкіршілігіне де мұқтаж емес. Халид, бар мадақ пен мақтауға әбден лайық. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. Күллі аспан әлеміндегі һәм жердегі бар нәрсе бір Аллаға тиесілі. Алла өзіне арқа сүйеп сенім артқан құлдарына қамқоршы һәм сенімді өкіл ретінде әбден жеткілікті. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. Уа адамзат, егер Алла қаласа бәріңді ізім ғайым жоқ қылып, жер бетіне басқаларды әкелер еді. Бұған Алланың құдіреті толық жетеді. إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا. Кімде-кім бұл дүниенің қызығы мен нығметін қаласа біліп қойсын. Бұл дүниенің де ақыреттің де бар қызығы мен нығметі Алланың дәргейінде. Алла сәми, бәрін естуші, басир, бәрін көруші. Яғни құлдарының айтқан сөздері мен істеген істерінің бәрін естіп көріп тұрады. مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا.
Уа иман келтіргендер, Алла разылығы үшін куәлікке жүргенде, тіпті өздеріңнің ата-аналарыңның және туған-туыстарыңның зиянына болса да қарақылды қақ жарған әділ болыңдар. Біреуге жақтасып немесе қарсы куәлік еткендеріңде мейлі бай, мейлі кедей болсын, туралықтан таймаңдар. Өйткені Алла байға да кедейге де сендерден әлде қайда жақын, яғни екеуінің де жай күйін сендерден анағұрлым жақсы біледі. Сондықтан да нәпсіге еріп, әділдіктен ауытқып кетпеңдер. Егер куәлікке тартылғандарыңда тілдеріңді шайнап, міңгірлеп, дұрыс куәлік етпесеңдер, немесе куәлікке жүріп шындықты айтудан бастарыңды ала қашатын болсаңдар, біліп қойыңдар, Алла сендердің не істеп, не қойып жүргендеріңнен толық хабардар. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلؤوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Уа иман келтіргендер, Аллаға, пайғамбарына һәм пайғамбарына бірте-бірте түсірген кітапқа, сондай-ақ бұрын түсірген илахи кітаптарға лайықты түрде иман келтіріңдер. Кімде-кім Аллаға, періштелеріне, кітаптарына, пайғамбарларына және ақырет күніне иланбай күпірлік қылса, онда шүбәсіз хақ жолдан мүлдем алыстап, қатты адасқан болады. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Расында иман келтіріп, содан кейін күпірлік қылып, содан соң қайта иман келтіріп, кейін қайтадан күпірлік қылып, кейіннен күпірлігін одан сайын арттыра түскендер бар ғой. Алла оларды әсте кешірмейді, һәм еш уақытта тура жолға салмайды. Инналлазина аману сумма кафару сумма аману сумма кафару сумма зададу куфран лам якуниллаху лиягфира лахум вала лияхдияхум сабила. Ондай екіжүзділерді жан төзгісіз азаппен сүйіншіле. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. Ондай мүміндерді бұлай қалдырып, кәпірлерді дос тұтады. Сонда олар кәпірлермен бірге болып, үстемдік пен ұлылыққа қол жеткіземіз дейме. Шынтуайтында бар үстемдік пен ұлылық бір Аллаға тиесілі. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ويبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. Алла сендерге кітапта мынадай үкім түсірген еді. Егер әлдекімдердің Алланың аяттарына сенбей мазаққа айналдырып отырғанын естісеңдер, олар басқа әңгімеге көшпейінше қастарында отырмаңдар. Ал егер түк болмағандай отыра берсеңдер, демек сендер де солар сияқтысыңдар. Шүбәсіз Алла екіжүзділер мен кәпірлердің бәрін жаһаннамға жинайды. وقد نزل عليكم في الكتاب
وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. Екі жүзділер сендерді бір бәлеге ұшыраса екен деп сырттай бас бағып бақылап отырады. Егер Алла сендерге жеңіске жетуді нәсіп етсе, олар біз де сендермен бірге емес пе едік дейді. Ал егер жеңіс кәпірлерге бұйыра қалса, оларға барып, біз мұсылмандарға қосылмай іштен шалу арқылы сендерге қолдау көрсетіп, осынау жеңіске елеулі үлес қоспап па едік, сендерді мүміндерден қорғамап па едік деп міндетсінеді. Алла қиямет күні араларында әділ билік айтып өз үкімін шығарады. Сондай-ақ Алла кәпірлердің мүміндерден үнемі үстем болуына жол бермейді. Ақтық жеңіс пен үстемдік мүміндердің еншісінде болады. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم يكن معكم فإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولو يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. Расында екі жүзділер сырттай мұсылман болып көрініп, өздерінше Алланы алдаймыз деп ойлайды. Алайда Алла олардың сазайын бірден бермей, ақыретте оңдырмай жазалау арқылы өздерін алдап соғады. Олар намазға тұрғанда кежегесі кейін тартып, еріншектеп әрең тұрады, һәм құлшылықты мүміндерге көз қылып жасайды. Сондай-ақ Алланы өте аз еске алады. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. Олар екі арада мұсылмандар мен кәпірлердің арасында жағымпазданып жүреді. Не мыналарға қосылмайды, не аналарға қосылмайды. Алла қайсы бір құлын өзі тілеп алған теріс жолға салып адастырса, сен оған әсте күпірліктен құтылатын жол тауып бере алмайсың. Музабзабина байна залика ла илаха улаи ва ла илаха ула وما يضلل الله فلا تجد له سبيلا. Уа иман келтіргендер, мүміндерді бұлай қалдырып, кәпірлерді сырлас дос тұтпаңдар. Әлде сондай ақмақтық істеп Аллаға өздерінің екі жүзді екендеріңді көрсететін, өздеріңе қарсы айқын әрі бұлтартпас дәлел келтірейін детпедіңдер. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. Шүбәсіз екі жүзділер тозақтың ең төменгі қабатында.
оларға қол ұшын беріп тозақтан құтқаратын бірде-бір медеткер таба алмайсың. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. Алайда шынымен тәубеге келу арқылы Аллаға бет бұрып, толық түзеліп, Алланың дінін мақтап ұстанғандардың, сондай-ақ бар ықыласымен құлшылық етіп, Аллаға шынайы құл болғандардың жөні бөлек. Міне солар мүміндермен бірге, күндердің күнінде Алла мүміндерді үлкен сый-сияпатқа бөлейді. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. Сендер Аллаға шүкіршілік білдіріп, иман келтірсеңдер, Алла сендерді азаптап қайтеді. Алла шакир, өзіне шүкіршілік еткендердің қарымын еселеп қайтарып, қисапсыз нығметке, мол сауапқа бөлеуші. Хам алим, барлық нәрсені құлдарының жай күйін жақсы білетін шексіз ілім иесі. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. Sadaqallahu lazim 147 ayеттің соңы 5-ші параның соңы.